Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка. Бүгінгі видеомда үйге рум-тур жасайын деп жатырмын. Міне мынау американский үйлер. 2 этажды. Бірінші этажында біз тұрамыз, екінші этажында біздің қара көршіміз тұрады. Міне осындай Welsh Road деген апартаменттер. Мына жақта міне бізде магазиндеріміз бар. Неткос, орыс ағайындардың ашқан магазині. Бүкіл біздің Қазақстандағы барлық заттар осы Неткос магазинінде бар. Бірақ бағасы қымбат болғандықтан біз енді тек қана күнделікті нан, май деген сияқты сондай нәрселерді аламыз. Ал қалған нәрселердің барлығын арзан американский магазиндерден аламыз. Мынау үйдің артында осындай гараждар болады. Ар жақ біздің гаражымыз. Міне біздің көршіміздің машинасы, ар жақ екінші бөлігі біздікі. Міне үйдің артында барлығында гараж болады. Немесе үйдің алдына қойсаңыз да болады. Бірақ үйдің алдына қойсаңыз, көбінесе машинаңызды соғып, не болмаса терезесін сындырып, сондай ұрлайтын адамдар бар деп естідік. Негізі өзіміз көрген емеспіз. Енді үй жайлы қазір үйдің ішін барлығын көрсететін боламын. Қанша бедрумлық екенін. Осы апартаментке бізге негізі ар жағынан бастап 8 үй. Осы бір хозяинның үйі. 8 үй ар жақта да бар. Тағы да 2-3 үй. Сол жақта бассейн орналасқан. Жылына $70 төлейміз. Сонда 3 ай ма 4 ай ма бассейннің сезонында барып бүкіл отбасымызбен түсе беруге болады. Біз енді бірақ әлі барған жоқпыз. Енді барамыз деген ойдамыз. Ең бірінші даланы түсірейін. Мынау біздің 49-шы апартамент. Мынау даладан астыға түскен кезде бұл бізде гараж, астында және кір жуатын машиналар мен сушилкалар орналасқан. Мен көршім кірмен машина жуып жатыр екен. Міне 50 деген мен көршімнің машинкасы. Мынау біздікі. Міне 49 деген. Сосын мынау сушилкасы 49 деген машинамен, міне сушилкасы. Мынау көршімдікі. Мына жақта гараж орналасқан. Көршімнің машинасы екінші. Жақта мен жолдасым машинасы тұратын, бірақ енді ол кісі жұмыста. Мынандай кладовой тұрады. Апартамент 49-50. Өзіңнің енді біздің көршілеріміз өзінің керек емес заттарын салған. Бізде енді керек емес зат болмағандықтан біз бұл жаққа ештеңе салмадық. Бірақ негізі осындай. Үйдің барлығы полностью ағаштан жасалады бұл жақта. Барлық үйлер ағаштан жасалады. Сондықтан ағаштан жасалғандықтан қытыр-сытыр дыбыстардың барлығы осы жақта. Стиралка мен сушилканы үйдің ішіне кіргізбейді. Көп апартаменттерде стиралка мен сушилка жай қойыңдар. Жай қой. Көп апартаменттерде стиралка мен сушилкаға негізі ақша төлеп жуғызады. Бізде енді өзіміздің апартаментте болғандықтан астынан өзіміз жуып келеміз. Міне осы біздің гостиный. Мына жақта кладовойлары бар. Әр бөлменің өзінің гардеробныйлары бар. Біздің енді суларымыз, суды осындай запаспен алып қоямыз. Өйткені су көп ішіледі. Және де мына жақта аяқ киім, мынау пылесос деген сияқты осындай заттар бар. Енді артық заттардың барлығын осы жаққа саламыз. Осы біздің гостевой. Мына жақта шай ішеміз, мына жақта демалып телевизор қараймыз. Барлығы кавроланмен. Міне және де мынау біздің кухнямыз. Раковина, осындай мебель тұрады. Микроволновкамен газ, және де жаңа холодильникті хозяиндердің өздері
орнатып береді осындай міне. Міне былай көрсетейін. Осы біздің кухня. Келесі міне бірінші жатын бөлмені көрсетейін. Мына жақта біздің жолдасым екеуміздің жатын бөлмеміз. Және де мына жақта киімдер, гардеробный тоже. Екінші жатын бөлме, балалардың бөлмесі. Енді кішкентай балалар бізбен бірге жатады жерде. Үлкендер. Бұл жақта да гардеробный. Киімдері бар, артық чемодандарымыз бар. Киімдер барлығы осылай сақтаулы. Мына жақта енді бөлек кладовой бар. Бұл кладовойға біз өзіміздің керек емес жүк, туалеттің бумага, киімдерді осылай қоямыз. Мына жақта ванна. Ванна туалетімен. Ванналарында енді мынандай душ. Туалеті. Және де мына жақта ваннада тоже мынандай шкафчиктары бар. Өзіміздің керекті кішкентай майда шүйде заттар салып қойғанға. Және де міне осындай. Ванна мен туалет. Кішкентай коридорчик. Міне мынау. Осы мынау прихожкасы. Мынау интернет. Интернетке біз айына $25 төлейміз. Негізі бұл үй полностью пустой келеді, тек қана ковролам болады. Болды, біз тек қана жүктермен ғана келгенбіз. Телевизорды, жиһаздардың барлығын бұл жақта Facebook'та Marketplace деген қосымша бар. Сол жақтан бесплатно тегінге берем деген адамдарға жазсаңыз, өзіңіз келіп алып кете аласыз. Болмаса, тағы да басқа варианты бар. Ол осы жақта, осы апартаментте мексиканецтер тұрады. Мексиканецтерден сұрасаңыз болады. Қандай мебельдер бар деген сияқты. Біз жаңадан келдік десеңіз болды. Өздері сізге хабарласып, осындай адреске кел деп жазады. Сіз испанша ол кісілерге жазасыз. Я қазір барам деген сияқты. Сосын бір осындай бір үйлерге кіргізіп көрсетеді. Мынандай мебель бола ма, мынандай мебель аласың ба деген сияқты. Сөйтіп біз осы 2 диванды алған болатынбыз. Мынау журнальный столикті алғанбыз. Телевизордың астына қоятын стол. Мынау столды тоже стульясымен. Және де мынау біздің тамақ ішетін столды да тегінге алған болатынбыз. Мынау бөлмедегі столды да тоже тегінге алғанбыз. Балалар сабақ оқиды деп. Және де мынау төсекті де біз тегіннен, бірақ енді оның адресі кішкене алыстау болған. Мыналардың барлығын біз осы жақтан, мына жақын апартамент жақтан алып келдік. Телевизорды де кішкене алыстау болған кезде енді бізден 10 минуттық жерден алдық. Міне сол. Үйдің обзоры осы, апартаменттер осындай. Міне. Енді бұл үйге біз қанша төлейтініміз жайлы айтып кетейін. $1815 айына төлейтініміз. Плюс оған қосылады. Мынау газон қырыққаны үшін апта сайын газонды қырқады. Соған ақша, мусор, су. Сонымен біз 1870 төлейміз ай сайын. Одан бөлек бізде светіміз бен газымыз бар. Светке жаза кетем, $40 кетті осы айда. Өйткені бізде әлі кондер орнатқан жоқпыз. Кондерді бүгін орнатамыз ана жаққа терезеге. Сонда кондерді қосқан кезде енді кішкене 100-150 кетеді ма деп ойлап тұрмыз. Бірақ осы айда бізде $40 ғана кетті. Және де газға $50 кетті. Негізі қыстың күні біз газға одан да көп төлегенбіз. 250-300. Өйткені бұл жақтың барлығы газбен жылытылады.
сондағы шығындардың барлығын қазір есептеп осы жаққа барлығын шығарып қоятын боламын. Светке мынанша кетті, газға былай, интернетіміз бар, үйдің расходы сол. Негізі қанша расход кететін барлығын осы видеоның жанына жазып кететін боламын. Міне осы біздің апартамент, Welsh Road деген. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі тағы да осындай видеоларды салатын боламын.